Ибрахим, қарашы, менің қолымда сен не көріп тұрсың? Асық көріп тұрсың, иә? Бұл асықты біз қойдың сүйегінен аламыз, иә? Бұл асықпен біз не істейміз? Ұлттық ойындар ойнаймыз, иә? Асық ату ойындарын ойнаймыз, иә? Біз қалада тұратын болғандықтан, Ибрахим, бізге көбіне асықтардың жинап беруі қиын, иә? Аталарымыздың, әжелеріміздің қалада тұратын болғаннан кейін, иә? Қазір соған сәйкес, заманға сәйкес адамдар асықты пластмассадан құйып шығарып жатыр екен. Қазір біз сенімен бірге соны жасап көрейік, иә? Соны бір сұйық пластмассадан асық жасап көрейік, иә? Солай бір эксперимент жасап. Эксперимент жасамастан бұрын біз сенімен бірге қауіпсіздік ережесін сақтап, аузымызға маска тағып алайық, иә? Бірінші асық жасау үшін бізге сұйық пластик керек екен, асықтың қалыптары керек екен, иә? Және де пластикті, екі түрлі пластикті араластыратын бізге ыдыс керек, және де бізде асықты бояп көрейік, иә? Қалай шығады екен. Енді мен бұған кішкене ғана қызыл түсті гуашь салып жіберейін. Менің де асығым қызыл болып шықсын, иә? Енді күтеміз. Не болуын. Хорошо? Қарашы, біздің астығымыз уже ағарып, қатып жатыр, иә? Ал мына жаққа қарасақ, біздің басқа түске бояймыз деген астығымыз не істеді? Көпіріп, пластигіміз бұзылып кетті, иә? Яғни гуашьпен бірге қосуға болмайды екен, иә? Өзінің арнайы краскасын қосу керек екен, иә? Олай болса біз бұны былай алып қоямыз, өйткені бұл біздің экспериментке жарамады, иә? Гуашьпен пластикті қосуға болмайды екен, иә? Енді біз ақ асығымызды күтейік, иә? Ал енді ашып көрейік, иә? Асығымыз шықты екен. Вау, Ибрахим, қара. Қаш. Бізде асық шықты. Енді ауылға ата-әжеге асық беріп жіберіңізші деп сұрамаймыз, иә? Енді жаңа технологияның әдісімен өзіміз де бұлай асық жасасақ болады екен, достар. Міне, тура асыққа ұқсайды, міне. Иә? Енді бұны өлшеп көрейік, кішкене қай асықтың салмағы көп болады екен. Мынау таза асық. Неше грамм? 12 грамм екен, иә? Ал мына асық ше, асық салшы. Мына асық неше грамм? Неше көрсетіп тұр? 8 көрсетіп тұр, иә? Салмақ жағынан біздің пластиктен жасалған асығымыз аздау екен, иә? Сүйектен жасалған асығымыз салмақ жағынан көптеу екен. Міне, ойнасақ болады. Асықпен, иә? Енді достарымызбен де бөліссек болады. Біздің экспериментіміз сәтті аяқталды ма? Иә, сәтті аяқталды.